Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ажурный болып шығатын блиннидің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалады және де менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен таза асымызға 2 жұмыртқаға қант қосамыз, 3 ас қасық және де жарты шай қасық тұз салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Біздің қантымыз ерігенше араластыратын боламыз. Барлық құрамы осы видеоның астындағы описание бөлімінен көрсеңіздер болады. Енді жылы сүтімізді құямыз және де сұйық май, 8 ас қасық ұн қостым. Ұнды алдын ала електен өткізіп алыңыздар. Венчигімізбен жақсылап араластырамыз. Енді қайнаған суға жарты шай қасық ас содасын саламыз және де сұйықтығымызды құйып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді 5 ас қасық ұн салдым. Венчикпен жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей біздің сұйықтығымыз дайын болды. Блинімізді пісіре берсек болады. Ең алдымен табамызды қыздырып және де асты жабысқанымыз үшін осылай майлап шығамыз. Енді бір ожау сұйықтығымызды құйып, блинімізді пісіреміз. Асты қызарғаннан кейін екінші бетіне аударып, осылай екінші бетін пісіреміз. Мінекей блиніміз дайын болды. Тағы да пісіреміз. Осылай. Бір-екі минуттан кейін осылай екінші бетіне аударамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, мінекей асты жабыспайды және де май жаққан жоқпын екіншісінде. Біріншісінде жақсаңыздар болды, одан кейін жақпай қоюға болады. Мінекей блиніміз дайын болды.